Сәлем қыздар. Бүгін сіздерменен холодецтің рецептімен бөліскім келеді. Мен өзім алғаш рет жасап тұрмын. Сіздердің де қолдарыңыздан міндетті түрде келеді деген ойдамын. Ең алдымен малдың сирақтарын, менде сиырдың сирақтары жақсылап жуып, тазалап алғаннан кейін осылай суға салып, бір қайнатып алып, төгесіздер суын. Сосын ыдысқа қайтадан таза су құйып, жаңағы сирақтарды салып, ыдысқа 2-3 сағаттай ақырын отта қайнатамыз. Осылай 2-3 сағат өткеннен кейін 2-3 дана сәбіз, 1-2 пияз және де аздаған етті салып, тағы да 2-3 сағат баяу отқа қайнатамыз, бетін жауып. Дәмін келтіру үшін және де қара бұрыш, тұз және де лавровый лист қажет болады. Оларды да салып, бір араластырып, бетін жауып қойыңыздар. Екі-үш сағат өткеннен кейін барлығы пісіп болған кезде бөлек ыдысқа барлығын сүзіп аласыздар. Және де арнайы сүзгіш арқылы осылай сорпасында сүзіп аламыз. Сорпаға ыстықтай етіп, көлеміне қарай осылай чеснокты турап қосамыз. Еттерімізді және де сіңірлерді сүйектен бөліп аламыз да осылай майдалап тураймыз. Сәбізді де қалағандарыңызша осындай плунжер болса, үйде сонымен әдемілеп, әсемдеп кесуге де болады, немесе пышақпен майдалап турасаңыздар да болады. Және де сәндік үшін, әдемі болып көріну үшін осындай сахарницаларды немесе вареницаларды қолдансаңыздар болады. Түбіне жаңағы гүл тәріздес сәбіздерімізді салып, үстіне еттен, сіңірден және де сәбізден қосып, және де ең жоғарғысына сорпаны құйып, салқын жерге қойсаңыздар бірден қатады. Мінекей дайын, мен бір күнге қойдым холодильникке. Осындай болып шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын.